Дәрі-дәрмексіз үй жағдайында пайдалы сусындарды жасап, денсаулығымызды нығайтуымызға болады. Егер де сізде иммунитет төмендеп, әлсіреп жүрсеңіз, бұл видео сізге арналады. Сәлем достар, сіздермен бірге қазақша керек кеңес арнасы. Арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Бұл табиғи пайдалы сусын. Құрамы қызылша, алма, мандарин, қарамейіз, науат, бал және су. Бұл сусынның пайдасы иммунитет көтереді, қан құрамын жақсартады. Қызылшаның пайдасы өте көп, ас қорытуға көмектеседі, энергия береді, денені дәрумендермен толықтырады, қан тазартуға көмектеседі. Алма ағзаны витаминмен байытады. Мандарин С дәруменіне бай. Мейіз бен бал табиғи қуат көзі. Осындай табиғи сусынды күнделікті ішсеңіз, денсаулыққа өте пайдалы. Пайдалы сусынды жасау үшін бізге небәрі 1 дана қызылша, 2 мандарин, 3 алма, 2 дана науат, 100-150 грамдай қара мейіз керек, және 1 ас қасық бал. Сусынның жасалу жолы видеода толық көрсетілген. Барлығын ыдысқа салып, 4 литрдей су құйып, баяу отта 25 минут қайнататын боламыз. Мен бұл шырынға ешқандай қант қоспадым, тек қана табиғи бал қостым. Табиғи балды өз қалауларыңызша қосуларыңызға болады. Мен толтырып 1 ас қасық қостым. Біздің сусынымыз дайын болды. Енді ыдыстағы осы алма еттерін бөлек ыдысқа барлығын сүзіп алатын боламыз. Мына жеміс еттерін суытып, қалаған уақытыңызда жеп жүруіңізге болады. Дайын болған сусынды осылай сүзгіштен өткізіп, суытып, күнделікті аш қарынға 100 грамнан ішіп жүріңіздер. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Кім жасаған болса, міндетті түрде комментарийға қалдыра кетіңіздер. Видеоны сақтап алыңыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер.